Ассалаумағалейкум құрметті достар. ақш-та 94-ші рет өткен Оскар сыйлығының жеңімпаздары анықталды. Бұл шарада ең көп мүсінді Дени Вильнёвтың Дюна фильмі жеңіп алса, ал Кода ребенок глухих родителей фильмі бас жүлдемен қоса тағы екі мүсінді қанжығасына байлады. Сонымен жеңімпаздардың тізіміне келетін болсақ. Үздік фильм Кода ребенок глухих родителей, және бұл фильм үздік екінші актер мен үздік бейімделген сценарий номинацияларында қоса жеңіп алған. Теперь вы обязаны всегда брать на борт слышащего человека. Но я не могу быть рядом с вами всю оставшуюся жизнь. Үздік режиссер Джейн Кэмпион «Власть пса». Тут порой можно чувствовать себя одиноко, Пит, пока не вольешься в здешнюю жизнь. Үздік актер Уилл Смит «Король Ричард». Үздік актриса Джессика Честейн, үздік макияж және шаш үлгісі Глаза Тэмми Фэй. I won't go forward looking in the rear-view mirror of my life. This is who I am. Үздік екінші актриса Ариана Дебос «Вестсайдская история». Жизнь дороже, даже чем любовь. Үздік сценарий Кеннет Брана «Белфаст». Ты знаешь, кто ты, и куда бы ты ни уехал, кем бы ты ни стал, ты останешься собой. Үздік шетелдік фильм «Сядь за руль моей машины», Жапония. Почему ты приехала в Хиросиму? Моя мать погибла во время схода лавины. Я не смогла ее спасти. Үздік анимациялық фильм «Энканто». Үздік деректі фильм «Лето Соула». The styles were changing. Music was changing, and revolution was coming together. We are a new people. We are a beautiful people. Үздік оператор Грег Фрейзер «Дюна». Және «Дюна» фильмі үздік визуалды эффекттер, үздік монтаж, үздік дыбыс, қойшы суретшінің үздік жұмысы, үздік саундтрек номинацияларында жеңіп алған. Үздік қысқаметражды анимациялық фильм «Стеклоочиститель». Үздік қысқаметражды фильм «Долгое прощание». Үздік қысқаметражды деректі фильм «Королева баскетбола». Because I'm Lucy. Some of the finest basketball skills. Үздік костюмдер «Круэлла». Держитесь. Главные беды еще впереди. Жалпы биылғы Оскар сыйлығының жеңімпаздарының тізімі осындай. Аталған фильмдердің қайсысын көрдіңіз астына жаза кетіңіз, жарнама тіркелуді ұмытпаңыз. Келесі кездескенше.